Мақсаттарыңызға жеттіңіздер деп ойлаймын. Балаларға мен тәнті болып отырмын. Сол қандай керемет көрініс көрсетіп отыр. Осы Бекбек Соқпақбаевқа арналған арнаулар оқыды. Үлкен рахмет. Биіктен көрмей беріңдер. Әлі алда үлкен асулар көп. Сол асулардан жақсы асып өте беруге тілектеспін. Ұйымдастырып отырған апайларға үлкен рахмет. Балалар, мынау біздің қазақ балалар жазушы, балалар әдебиетінің жазушысы осы Бекбек Соқпақбаевтың балаларға арналған өте керемет көптеген әңгімелері бар. Соларды оқып, мен ойлаймын, кітапханаға барып, ізденіп, тағы да қосымша кітап алып оқып, осындай керемет кеш өткізулеріңізге шын жүректен тілектеспін. Рахмет сіздерге. Ұйымдастырушы апайлар, сіздерге көп рахмет. Біздің білім алушыларды сахна мәдениетіне үйретіп, оқуға құштар етіп үйретіп жатқандарыңызға, бүгін өзі конференция десе, шындығында осы біздің білім алушыларға арналған нағыз конференция болды деп айтуға болады. Және бұл біздің балалар әдебиетінің атасы дегендей, бұрын балдырған журналы болатын біздің кезімізде, сіздер өздеріңіз біледі, біз соны сатып алып оқитынбыз. Одан кейін Айгөлек шықты, одан біз Айгөлекті оқитын едік. Қазір ондай журналдар кең насихатталмай, сіздер өкінішке орай бәрін телефоннан көресіздер. Бірақ мен жаңашыл ретінде, мына телефонды жақсы жағы ретінде мен әрдайым айтам, өзім сабақ беретін оқушыларға да, мына интернет деген, Google, ол үлкен энциклопедия. Ол жерден сіздер білімдеріңізді